Бұл видеода қандай нан пайдалы және оның ағзаға зияны туралы айтамыз. Видеоны соңына дейін көріп, жазылуды ұмытпаңыз. Біз нанны пайдалы немесе зиянды деп емес, бала кезімізден жеп үйренгендіктен, қолжетімді болғандықтан жейміз. Соңғы жылдары наннан бас тарту керек, нанды көп жемеу керек дегенді диетологтар көп айтып жатыр. Бұл шынымен сондай ма? Неге? Сол туралы айтамыз. Нанның бірнеше түрлері бар. Біріншісі ақ нан. Ақ нан жоғарғы сұрыпты ұннан жасалған. Онда гликемический индекс және калориясы жоғары. Гликемический индекс қабынуға алып келетін фактор. Көп аурулардың себебі қабыну процестері болып табылады. Ақ нан ол жоғары сұрыпты ұннан жасалған нанның құрамында клетчатка, витаминдер аз. Оған ашытқы қосылады. Ашытқы организмнен кальцийді шығарады. Ақ нан асқазан ішек аурулары бар науқастарға қабылдауға болмайды. Екіншісі ашытқы қосылмаған нан. Диетологтардың айтуынша бұл нан жақсы есептеледі. Оның ақ нанға қарағанда калориясы, гликемический индекс төмен және құрамында витамин В, минералдар, клетчатка бар. Бірақ құрамында ас содасы пайдаланғандықтан асқазан ішек ауруы бар науқастарда іштің кебуі дискомфортқа алып келуі мүмкін. Кейінгісі дәнді дақылдар қосылған нан. Бұл нан жақсы болып есептеледі. Құрамында клетчатка өте көп. Клетчатка ішек моторикасына жақсартып, организмді тазалайды. Холестерин деңгейін төмендетеді. Ақ нанның құрамында клетчатка аз болғандықтан артық салмақ қосып алу қаупі жоғары болады. Нанды ағарту мақсатында неше түрлі химиялық қоспалар қосады екен. Қалыпты жағдайда тәулігіне 150 граммнан қабылдауға болады екен. Егер сізде глютенге аллергия, көтере алмаушылық, артық салмақ болмаса, бірінші сұрыпты ұн мен жоғарғы сұрыпты ұнды араластырып қабылдауға болады.